кіреді. Ең бірінші, мен сізбен жолыққан кезде де менің позицияма бірінші полный запуск структурасын үйретемін. Екінші, командаңызға адамдарды орнықтырамын деген позиция, иә. Яғни мен продюсер емеспін, продюсерлікте мен уже 50-50 аламын да, процент. Қазір сіз маған как продюсер ретінде алып жатырсыз да нелерді. Неге андай жоқ, неге мынандай жоқ деген секілді. Мен үйретемін бірінші позиция. Мен қазір наставникпін. Сен үйреткенің маған кіру үшін мен бүгінге дейін младельцет сеніп отырмын ғой, иә. Сенің үйреткеніңді мен маған заходить ету үшін рабочий болу керек қой. Бүгінге дейін стратегия не работает для меня. Қараңыз, қайсы не рабочий? Например, қараңыз. За все время мастер-класста бір продажа болды, 440 мың теңге болды. За 2,5 месяца это нормально? Это не Қараңыз, Гүлмира нормально. ханым, полный воронканың ішінен бастап мен бастаймын. Бірінші бізге воронкалардың Маған ішіне менің кірмейді деп жұмысыма айтпа, сен осының бәрін опечать еткенсің, маған менің жұмысыма бүйтесің. не кіреді? Сен маған Договорда да айтқансың, соны маған айттым. камераға сөйлеп берсең болды, қалғанын қатырам дегенсің. Вот Қараңыз, басында айтқансың, есіңде шығар. Қараңыз, Гүлмира ханым, ең бірінші позиция, мен сізбен бірге жолыққан кезінде де, команда отырған кезде, договорда болсын, барлық нәрсе. Мен просто қазір ренжіскім келіп тұрған жоқ, наоборот, бізде жұмыс жасайтын этаптарды бергім келіп тұр да. Мен айтайын, менің жұмысыма не кіреді, чтобы ожидание реальность болып қалмау үшін, Гүлмира ханым. Болып отыр ғой. Бірінші позицияға бізге не кіреді? Біз контент воронкасын жасаймыз, бірінші. Екінші, запуск структурасын үйретеміз. Үшінші, біз командаға адамдарды қалай қою керек, командаға қандай задача беру керек, и запусктың ішкі кухнясымен үйретеміз полный. И сопровождение Бірінші форматында. контент услуга мына жерде бар ма, жазылған ма? Тоқта, бірінші контентті жөндеу дедің. Екіншісі қазір саусағын айтып отқан. Хорошо. Бірінші контент воронкасы. Контент Мгм. сізбен бірге түсірілді. Яғни мен уже контентті больдан басталу керек, қалай жасалу керек, оның позицияларын беріп жатырмын сізге, иә. Бірге съемкада жасалындық. Екінші, бұл жердегі контенттен бөлек біздің SMM болмаса да монтажерлармен бірге жұмыс жасау структурасы. Потом, үшінші, біздің воронкаларымыз. Яғни қазіргі уақытта қанша воронка бар, соның позициясын барлығы мен сізге көрсетемін. И сіздің өзіңізге орнығатын воронканы қойып қоюымыз керек біз. Яғни оны сіз уже өзіңіз де білесіз. Консультация арқылы сатылады екен, а вот уже консультация. Таргет воронкасы арқылы. Таргеттен қалай келеді, қалай дожимать етіп қаламыз, қалай ұстаймыз, сол позициясы. Яғни біз бұл жерде уже сізбен бірінші запуск кезінде сіз айтып жатсыз ғой, тек қана 400 мың теңге таптым деп. Ол менің жұмысымды құнсыздандыру болып тұр да қазіргі уақытта. Кәдімгідей мен андай құнсыз секілді сезініп қалып отырмын да өзімді. Қараңыз, бізде таргетная воронка, контент воронкасы қолданылмаса, обучение ашылмайды да. Даже сіздің қазір спадан келіп жатқаныңыз болсын, басқа жақтан келіп жатқан адамдарыңыз болсын, ол осы воронка ашылғаннан кейін келіп жатыр да. Ол жердегі сіздің тапқан табыстарыңыз. Енді бұл позициядан Ол кейін воронка ашылғансыз, олар маған алдын ала сұрағандар. Нина, Спа, Альбина, олар менен өздері алдында сұрады. Мен декабрьде сен кездескенде айтқан, менде уже бар обучение сұрап жүргендер алады, келеді деп помнишь? Жақсы. Қараңыз, біздің позицияға бұл жердегі, яғни запускын структураларын үйретеміз да, сізге орнықтыратын қай позиция келетін, сіз осының ішінен под себя корректировка жасап аласыз. Яғни біздің негізі бұның ішіне плюс бонус ретінде сізге ботты қосып бердік. Мен айттым, иә, басында автоматтандыруды мен бонусқа берем дедім. Яғни өздігінен жазып сатылып отыратын позицияны. Ол бот қосылды сізге. Енді қараңыз, команда позициясы дедім. Команда позициясына мен уже қазіргі айда мен командаға кірісіп жатқаным сол. Қазір сіз айтып жатсыз да, мен табыс таппай жатырмын деп. Сіз услугадан табасыз ба, обучение ма, сіз уже таргетологқа задача беруіңіз керексіз. Яғни мен сізді қазір шығындалмай, қыздарға да давайте таргет үйреніп алыңдар. Болмаса мен ақ әзірше жүргізе тұрайын деген позицияда мен кіріп жатырмын сізге бұл жерде. Біздің этаптар бойынша негізі жұмыс жасалып келіп жатыр. Түсініп тұрмын, сіз қазір осы айда табыс таппай жатқаннан кейін уже андай айда болмай жатыр ғой деген секілді позицияны айтып жатсыз да. Бірақ мендегі план бойынша осы айда команданы толықтыру керек. Үлкен запуск сіз жалғыз өзіңізбен жасау қиын, нереально қиын. Сол үшін мен команда деп жатқаным сол. Егер SMM болмайтын болса, монтажер немесе біздің қыздар обязательно stories, reels жасалынып отыру керек. Себебі таргеттен келген бір ғана лид ол жеткіліксіз, бір ғана запуск кезінде. Мына жақта тоже этаптар болу керек. Яғни біздің рилстар қазіргі
біздің рилстар қазіргі уақытта тек қана продажаға қатысты болмау керек, пайдалы ақпараттар болу керек. Мен сол үшін запускын ішкі кухнясын қазір сізге түсіндіріп жатырмын. Түсінесіз ба? Мен сіздің, конечно, көбірек тапқаныңызды қалаймын, бірақ қазір сенің воронкалар не рабочий деген маған кәдімгідей ауыр тиіп жатыр да. Біз воронканың 2-ақ позициясын орындап жатырмыз да қазір. Ондай воронканың 7-8 этабы бар. 7-8 этабына жетуіміз үшін бізде команда болу керек. Әйтсе сіз қазір бүйтіп жыртылып қаласыз, ертең мен сізді таппай қалам. Потому что сізде шығын кете береді, қазір шығын кетіп жатыр ғой таргетке. Ар жағында потому что касание мен обработка слабый болып тұр. Сол үшін біздегі қазір сату маманы деп шырылдап, мен 2 апта бойы өзімнің атымнан таргет жіберіп, потому что я вам обещала же команда деп. Сол үшін мен қазір сату мамандарын да өзім не істеп жатырмын, өзімнің таргетінен іздеп жатырмын, чтобы сізге сату мамандарын бүйтіп шегелеп қойып беріп кетейік деп. Себебі қараңыз, біздегі қазір холодный лидтар, теплый лидтардың бәрі обработка болмайынша сатылым болмайды. Себебі воронка деген ол адамдардың алдынан сіздің шығуыңыз, таргетіңіз, тиктогыңыз, инстаграмыңыз, блогер болсын, пайдалы рилсіңіз болсын. Бірақ тек қана воронка жеткіліксіз. Ақша болу үшін касание болу керек. Яғни біздегі қазір касание әшейін тип қашу болып жатыр. Касаниялардың этаптарын қараңыз, қандай этаптар болу керек? Бірінші, сіздің, яғни прямой эфирға кіруіңіз. Яғни аптасына 1 рет болсын прямой эфирға кіріп тұрсаңыз, уже жаңағы келген адамдар қызып отырады. Хотя бы 2 аптада бір. Ана менің ботқа да айтып атқаным, әрбір дүйсенбі бізде разбор болады деп атқаным да сол. Чтоб ол адамдар касание бар екенін көріп парақшада қалуы үшін. Бірінші позиция. Енді қараңыз, сіз прямой эфирмен стрим арқылы екеуін бүйтіп қойып, қазіргі қыздардың проблемасы деп, мысалы, отек, қараңыз, беттеріңіз жылтыратқыларыңыз келеді, косметологқа барғыларыңыз керек, бірақ мына бет жылтырау үшін мына ішпен жұмыс жасау керек. Ішпен арқа бір тұтас, ал осының сабағын меңгергілерін келсе, 26 күні келіңдер деп, уже біз шақырып тұруымыз керекпіз. Дұрыс па? Касание. Яғни сіз, хотя бы группада шығып, алдын ала адамдарға ескертіп шақыруымыз керекпіз. Міне 26 күні болады, кел деге салған жеткіліксіз. Ол той емес та, келіңдер болды дейтін нәрсе. Ортасында касание болу керек. Сол касанияларға мен алдында кімге де, Мадинаға да, сізге де жіберіп атқан прогрефім сол. Яғни касание көбірек болу керек барлық жақтан. Сізге жаңағындай жеке диагностика арқылы болсын сатыла беру керек касание. Например, сіздің услугаға диагностика арқылы сатып жатсыз ғой, тура сол позиция обученияға болу керек. Мысалға, сату маманы прогревать етіп береді да, Гүлмира ханым, мынау сатып алмай жатыр деген кезде, сіз уже оны офлайн немесе онлайн дальше сату маманнан кейін касание жасау жүріңіз керексіз. Мынандай нәрсе бар, сату маманнан 100% сатып алатын адамдар бар. Бірақ сату маманына сенбей, мен Гүлмира ханыммен сөйлесуім керек дейтін адамдар бір позиция бар. Сол позицияда сіз касанияңыз керек болады. Енді қараңыз, сату мамандарына дейін бізде, например, 26 запуск болайын деп тұр дейге, примерно. Запуск болар кезде кемі 2 күн бұрын сіз зуммен немесе офлайн адамдарға бір касание жасауыңыз керексіз. Немесе группамен. Енді 26 ертең ғой, вот айда осының бәрі неге осы біз вообще 14 февральға планировали, ладно, сызып тастай салынды. 26 ертең дегенде бүгін айтылып отыр осының бәрі. Оның бәрін алдында мен сіздің дәптеріңізге де жазып бердім. Гүлмира ханым, прямой эфир 1 күн бұрын біз жасауымыз керекпіз деп ше. Просто сіз ол жерде менде мен эфирға да 2 рет шығып көрдім, ешкім кірмейді да, аудитория мертвый болып тұрған кез. Қазірде де ешкім плюс те қалдырмайды, минус та қалдырмайды. Ол дәл қазір онда аудитория жоқ қой айда менде. Бірінші этапта қалай бересің бұған? Сондай адамдар болатынына по-любому дайын болуымыз керекпіз, Гүлмира ханым. Запуск ол келдім, алтын балық алдым деген нәрсе емес. Біз жан-жақтан прогрефіміз болған кезде адамдар бізден 100% сатып алуға дайын болады. Бірінші этап всегда қиын. Қазір қараңыз, бізде воронканың ішкі кухнясын, запускын ішкі кухнясын полный түсіндіріп берейін.
сосын барып уже қай этапты істеу керектігін айтатын болам. Қазір бізде Енді сату. айтылады февраль. Вот ошын практикум болмайды ертең, бітті ғой. Мгм. Потому что Практикумнан адамдар бір қызып күн тұрған жоқ қой бұл әңгіме. жердегі. Бұл жердегі номерларға сату маманы касание жасап шығады. Практикум қараңыз, практикум деген сатып алған кезде басталады ғой сізде. Енді соны біліп тұрмын ғой, неге ол бос тақырып бүгін ашылып өйстіп айтып отыр, неге біз 26-сына дейін осыны дайындалмадық? Айтшы. Сату маманы болған жоқ қой Гүлмира ханым, кім сатады? Сіз өзіңіз оларға шығып звондап атқан жоқсыз ғой, 4-ақ адам, и то оны слив дедіңіз жартысы. Соларға шығып, касание айтып, бағасын айтып, сату маманы ғой сататын. Ал сату маманы қазір ғой шығып жатқан. Ішінде Енді нормальный сату қазір маманы болған жоқ ол жерде. ол сату мамансыз сатылмайтын болса, зачем таргет деп жыртылып жатырмыз? Сіз өзіңіз касание жасап сата беріңіз дедім ғой мен. Клики, айда кликтер келіп жатыр. Ертең сату мамана да өйстіп кликтер келіп, аналар тура менімен сияқты игнор Қараңыз, жасап қалай отыр. келіп жатыр? Слив па, Практикумға слив. қатысқым келеді деп келіп тұр ма? Клик. Неше түрлі, иә, ана Мгм. алдындағы, астындағы наложениемен келе береді ғой. Жақсы. Содан кейін біз Иә, не айтып жатырмыз? Қараңыз, сату кезінде 12 фишканы қолдану керек. Алдында сізге жібердім ғой. Сол позиция бойынша м, біз разбор жасауымыз керекпіз. Әрбір адаммен касание жасамаса, олар мынандай, Гүлмира ханым, мен болды келдім сен практикумға қатысамын дейтіндер жаңағындай 1% 3%-ін айттым ғой, 3% адамның. Оларға обязательно касание керек. Яғни біз қалай сөйлесіп жатырмыз? Қазір біз анау дұрыс, мынау дұрыс емес, біздің қай этапты дұрыс жасауымыз керек, қай этап тесік болып тұр, соны жамау керек. Түсініп тұрсыз ба? Яғни сізге м. қазір практикумнан адам келді, қатысам деп жазды. Дальше біз не айтып жатырмыз? Мен ба? Мгм. Келем деп, мен сәлеметсіз бе деймін. Мгм. Оқымайды да, қарамайды да ол. Бір ішіндегі екеуі ма, үшеуі ма шықты. Мгм. Ақшам реттелген жоқ, ақшам реттелгенде бүйтем сөйтсем, бірдеме деп бір екеуі сөйтті, болды. Қараңыз, просто сәлеметсіз бе деген жеткіліксіз. Алдында да мен сізге айтып едім ғой. Ол Сәлеметсіз бе? оқымайды да ғой, Мгм. оқымайды да ғой оны. Мгм. Сонда Андай ғой, оқымайды ғой. просто мынандай да адамдардың бәрі қазір асығыш, просто әшейін сәлеметсіз бе деген сөзді көрсем, мен де оқымаймын. Бүйтіп өткізіп жіберемін. Нақты сұрақ. Сәлеметсіз бе, практикумға қатысу үшін қай саланың маманысыз? Обязательно сол сұрақ пайда болу керек бірінші. Сұрақ қойған кезде олар жауап береді. Әшейін сәлеметсіз бе деген позиция өтпейді. Бұны қазір біз сату мамандарын шегелеп, мына 4 сату маман істеймін деп отыр ғой. Солармен бірге сол сабаққа да сіз қатысуыңыз керек. Себебі ертең сату мамандары кетіп қалса, мен де ертең определенный уақыттан кейін кетемін ғой. Сол кезде қайтадан сіз наставник алып жұмыс жасамайсыз ғой. Сіз оларға задача беру үшін білуіңіз керексіз бәрін. Даже ертең сіздің сату маманыңыз жоқ болса да, сіз олармен касание жасап, разборға болсын алып келіп, продаж жасауыңыз керексіз. Сол үшін біз продажа Қазір бірінші жұмысымыз сату мамандарымен жұмыс па? иә, Қалай қазір жолғамыз? біз зуммен оларға мен онлайн деп айттым сабақты. Сабақты деп Хорошо. жұмысты онлайн, бірақ каждый лидқа отчет береді. Яғни бүйтеді. Бүгін мен 10 лид алдым, 10 лидтің 4-еуі игнор, 2-еуімен сөйлестім, 1-еуі ойланам, 1-еуі дажим деп үстіп 10 лидқа отчет береді. Оларға дейін, олардың бірақ 4-еуінде опыты бар. Бірінші олармен обучение қандай болады? Бірінші обучение кезінде біздің продукт таныстырылады. Бір апта олар по-любому бізде как стажировка форматында жұмыс жасайды. Бір аптаның ішінде біз іріктеп алып қаламыз оларды. И бір аптаның ішінде уже қайсы сатылады, қайсы сатылмайды көрінеді. Негізі 4-еу дегеннің өзі аз. 10 адаммен бастауымыз керек біз негізі. Бірақ қазір данный момент ішіндегі. Оларға лид тауып бер. Қара, жарайды, бір апта пробный, иә? Біз оларға лид тауып беріп отыруымыз керек. Әрқайсысына 5-10 лид, иә? 4-еу, иә? 40 лид әкелу үшін күніне $8 4 креативті қойған кезде $32 мен бір апта Жоқ. Олар уже дайын сату мамандары ғой. Оларға бірінші қазір біздің жаңағыдай 40 адам отыр ма группада ше, соларды береміз. Ең бірінші. Арзан өнімді сатулары керек бірінші. Яғни қазір біздің арзан өнім практикум болып тұр ғой. 130 мың теңгелік. Соны сатуы керек. Наличка 130 мың, рассрочка 150 мың теңге деп соны сату керек. Сол жердегі продажадан олар 10 мың теңге алады. Оны біз продажадан 7-10% деп береміз. И қараңыз, бұларға бірінші сол позицияны береміз, сол номерлерді.
сол номерлардан кейін 2 күннен кейін сіздің қазір жазды ғой жаңа 1,5 күн ішінде практикум туралы ақпарат алғым келеді, сәлеметсіз бе деп просто игнор қылғандар бар ғой, соларды да береміз. Енді Инстаграмым бар. инстаграмнан жоқ, инстаграм емес, ватсапқа келді ғой сізге практикумға қатысқым WhatsAppқа келеді. келген жоқ маған. Неге жазды? Дайректке шықты. WhatsAppқа ешкімде шыққан жоқ маған. Бір адамда шықты. Мгм, Айтып тұрмын ғой, біртүрлі болды осы жолы. мгм, Дайректке жазды бір 5-6 адам бар. Ұмытып қалдым. В общем, последний неменеден 3-ақ адам келді. Бірдеме деп. хорошо. Деп қоя Қазір салатын. таргетке қайттан тоқталамыз. Позицияны сату маманын аяқтап Мгм, тастайын. мгм, Қараңыз, мгм. сату мамандарына біз қолымыздағы лидті береміз. Екінші, таргетологты, яғни біздің Зарина таргетолог бола ма, полный шегелейміз. Яғни бізде Мен мен командада міне мен бар ғой, кәдімгі есі бір таргетолог аламын. Сен қазір осы кезде мен жұмысыңды етемінші, таргетологпен өзім разберусь, дальше все, что все, делать. все, Қазір все. сен стратегияңды давай, қаншалықты Давайте. жұмыс істейді, давай Мгм, өзің стратегияңмен. мгм. Сату маманына хорошо. Аха. Сату Енді маманына тақалып сату тұрған хорошо. маманына от продаж 7-10% береміз. Яғни 10% қай кезде болады? Екі Мгм. аптасына бір рет қана не береміз, зарплата береміз. Чтоб бүгін лидтармен сөйлестім, ақшамды алдым, ертең болды істемеймін деген позиция болмау үшін. Яғни Мгм. ақшалары жиналып бір апта сайын беріледі. Яғни Мгм. егер бір аптаның ішінде ол 2 миллион теңге жасайтын болса, оларға 10% беріледі. Мгм. Қазір енді олар күнделікті кемі 10-15 лидпен сөйлесу керек. 5 күн қатарынан сөйлеседі, бір күн демалыс, 5 күн қатарынан сөйлеседі, и бір күн лид берілмейді. Жаңағы 5 күн берілген лидтардың ішінен сосын хабарласыңызшы, сосын сөйлесейікші деген лидтар бар ішінде. Болмаса ойланайын деген лидтар бар. Сол лидтарға именно лид жоқ күні қайтадан касание жасап шығады. Яғни ұйықтап қалған базадағы лидтарды ояту деп айтылады. Бұны сату Мгм. мамандары біледі, уже жұмыс жасап жүргендер. Енді қараңыз, бір күн базамен жұмыс жасайды, и кешкісін отчет беріледі, потом аптасына бір рет зуммен планерка өтіледі. Таргетолог бар ол жерде, сіз барсыз ол жерде, сату маманы бар. Яғни мынандай позиция болады: таргетолог, мен лид әкеп беріп жатырмын, болмаса сату маманы, бізге некачественный лид келіп жатыр деп, екеуі бір-бірімен бүйтіп соқтықпас үшін. Командада всегда сондай нәрсе болады. Ананікі дұрыс емес, мынанікі дұрыс емес деген нәрсе. Ондай нәрсе болмау үшін аптасына бір рет планерка болу керек. Яғни таргетолог қандай контенттер айту керектігін, салу керектігін уже жаңа SMM-ға беру үшін обязательно сату мамандары планеркаға қатысу керек. Не үшін? Себебі олар клиентпен касание жасағаннан кейін клиенттер айтады, например, маған курстың бағасы мынандай болғанын қалайтын едім, курста осындай программа болса екен деп едім, болмаса осындай бонус болса екен деп едім. Прямой касание жасайтын адамдармен ол сату мамандары болғаннан кейін клиенттің желаниясына байланысты бізде контент шығып отыру керек. Потому что бір клиенттің желаниясы ол 10 клиенттің желаниясы. Бір клиенттің болі ол 10 клиенттің болі. Түсінесіз ба? Соған байланысты планерка кезінде, яғни айтамыз, мысалға осы аптада қанша продажа болды? Осы аптада 5 продажа болды. Жақсы. Қандай позицияларды клиенттер сұрады? Болмаса клиенттердің возражениесі қандай болды? Возражениесі 3 күн азақ деді, болмаса, например, әйтеуір возражениялар болуы мүмкін да сатып алмаудың. Сол кезде уже біз соған қарай уже таргетологқа да контентті дайындап береміз. Түсіндіңіз ба? Планерка сол үшін керек. Чтоб ертең күні сату маманынан көрмейді, таргетологтан көрмейді, чтобы бәрі бірге совместно жасап атқан жұмыс болғаннан кейін, олар уже бір қазаннан тамақ ішіп отқаннан кейін, олар уже алды қарай жүру үшін. Мгм. Сол позиция. Енді қараңыз. Сату кезінде обязательно бізде мотивация болу керек. Яғни 3 айда бір, болмаса, например, 2 айда бір тимбилдинг деген секілді. Болмаса 2 айда бір общий суммадан бонус берілетін деген секілді, например, ше. Мысалға, айдың соңында бізде план орындалды, например, 4 миллион план орындалды. Пландар қойылады обязательно сату мамандары болған кезде. Уже сіз таргетолог алатын болсаңыз, мен уже план қоям, таргетологқа план қоям, сату маманына план қоям. Жоқ,
Планды өзім қоямын, сен қазір өзің істей берші, таргет, давай, пусть будет, как ты говоришь, чтобы сырттан адам келіп, анау кінәлі деп сен Иә, бұрмаламау иә, үшін. иә, Сату иә. маманды өзің ал, таргетті де өзің жүргіз, давай. Мгм. Таргетті мен өзім жүргізбеймін. Таргетолог алсаңыз тіптен жақсы, себебі мен таргетті қазір сіздерге бонус ретінде Сен де қазір, бермей. жоқ, Айда жүргізесің, сен давай, Мгм. бізде 2 апта уақыт бар ма? Давай, мен Все, сырттан кіргізбеймін, хорошо. давай өзің ал, сату маманды өзің ал, таргетті де өзің жүргіз, давай. Хорошо, Гүлмира ханым, қараңыз, сіз Адам алмаймын мен. хорошо, ертең күні мынандай нәрседе мен кетіп қалған кезде воронка құлап қалмайтындай бізге таргетолог постоянно істейтіндей адам керек. Яғни ол Мен Зарина ма, жағының кім? бәрін жасаймын, оның бәрін жасаймын өзім. Мгм. Сен қазір маған мына осы воронкаларыңды, мына қазіргі мен мына рабочий воронкалар ғой негізі рынокта, Мгм. бірақ Мгм. именно осылар рабочий екенін маған көрсетіп беріп кетсең болды. Действительно прибыль алып келу керек. Просто мынаның бәрі, мына схема емес, маған мына планның бәрі, это очевидный нәрсе, бәрі маркетологта Мгм. осы. Мгм. Просто Мгм. осы действительно жұмыс жасайтын маған көрсетіп беріп, сен мені точка Б-ға шығарып кетуің керек қой. Қараңыз, Гүлмира ханым, бұл жердегі мен біріншіден Құдай емеспін. Екіншіден, ол планның бәрі орындалу үшін совместно бәріміз бірге жұмыс жасауымыз керекпіз. Яғни, қараңыз, контент обязательно, сату маманы обязательно, тек қана бір ғана таргет емес, 5-6 этап бірге жұмыс жасалуы керек. Енді қараңыз, ол жердегі этаптар қандай болады? Давайте соны жазайық ең бірінші. Бірінші позиция, таргеттен бөлек біздің воронкаларымыздың ішінде пайдалы ақпарат рилстары салынып отыру керек. Күнделікті кемі 3 болу керек. Запуск кезінде әшейін кездері 1-2 жеткілікті. Ал запуск кезінде күнделікті 3 рилс салынуы керек. Енді Үш бұл рилс, сен рилстар, айда 3 рилс воронканы сломает алгоритм бойынша. Маған миллион адам айтты, қойшы айда осындайыңды. қараңыз, Күніне 1-2 рилс жетеді. мен сізге Мен өткенде салып көрдім. Вот енді охват күніне 1 рет, аптасына бір арасында 1 күн пропускать етіп қойып келатқан кезде охват көтеріліп келеді да, 300-ден асып, бізде 200 бірдеңе тұратын еді ғой. Сөйтіп алдында осы запуск деген екен, 3 рилс қойсам түсіп кетті. 200-180 просмотр құрып қараңыз, кетті. Гүлмира ханым, ол жерде бізде сататын контент қой олардың бәрі. Ол охватты обязательно түсіреді. Сен енді өзің қарашы, сен шатастыра бересің. Біресе сататын қой дейсің, рилс, біресе Ы, пайдалы ақпарат дейсің. ы, ы. Мен Қараңыз, осылардан мен біресе қазір айтып айтасың, ой, жатқаным, қазір осы уақытқа дейінгілердің бәрі сататын рилстар. Ал қазіргілер пайдалы ақпаратпен басталады, аяқ жағында 2 санын қалдыр, 1 санын қалды деп соңында да жымать етілеміз. Біріншісі пайдалы ақпаратпен басталу керек. Енді қараңыз, үлкен запусктардың барлығында біз кемі 3 рилстан саламыз. Кемі 3 рилстан. Себебі не үшін? Потому что аудитория, мынандай да, Марғұланның өзі айтады, бір видео салғаннан вероятность атуы 1%. Ал 7 видео салатын болсан, 7%-ін 5% атады. Көрдіңіз ба? Біз зачем 3 маған рилстың ату? Айда тоқташы. Ату, маған ол рилс қалай айтса болады. Мен блогер болғым келмейді. блогерлік емес. Қараңыз, бұл Айда жердегі біздегі негізі не үшін ату продажаға керек? осы әңгіме лишний ғой. Гүлмира ханым, не Саған үшін ату жақсы керек? 5 креатив, Түсіндірейінші? жақсы 4-5 креатив болса продажа кету керек қой негізі. Қараңыз, тек қана таргетный болатын болса, бір рилста жеткілікті салып отырғаныңыз, Гүлмира ханым. Ішкі аудиториямен ғана отыра бересіз, олай болатын болса. Ал бізге Аудитория таргеттің как раз холодныйлар алады ғой. Негізі сырттан, бұның бәрі логика, аха. сырттан Мгм. обязательно аудитория келу керек, Гүлмира ханым. Келеді ғой енді сол таргеттен. Жоқ, таргеті Қараңызшы, бар, сен айтып едің ғой, Айда. мен түсіндірейін. Помнишь? Қараңыз, Мгм. біз именно продюсерлер, именно нарықтағы вебинар жасап жүрген, біз машинаны да үйді де ойнатып жүрген, запуск этабында жүрген адамдармыз да, бір сөзбен айтқан кезде, біз Хан, мынандай запусктарды полный быточкасының қалай этаптарымен бірге бәрін білеміз да, и біз қазір біздің этаппен істелінетін болса, мысалы, Ару Кеңес қыздың өзі менен консультация алып барып запусктарын жасап жатыр да. Ару Кеңес қызына мен обязательно 3 рилс саласын дедім. Ол босанбай тұрып менен алған консультациясымен қазір қала бойынша жасап жатыр.
бір консультацияның өзінен. Например, Оны мен қазір білемін ол кіммен жұмыс жасап жүргенін. иә, Ол ол соның идеясы, ол Мгм. соның стратегиясы мен идеясы. Ол өзінің білет кіммен жұмыс. Мен білемін оны кіммен істеп Иә, жатқанын. Ол қараңыз, соның стратегиясы работает, сонымен жүр. Бірақ мен қазір оның бәрі далеко, Айда. қараңыз, мен Мен просто түсіндіріп жатырмын да, не охота, үшін бізге ататын ағылшын видео сияқты. керек, Гүлмира ханым. Қараңыз, просто таргетпен отыратын болсақ, ол шығын. Ол кәдімгідей біздің бір ғана позициямызды орындайды. Біз олай далеко бармаймыз. Бір ғана таргетпен. Парақшада пайдалы ақпараттар обязательно салу керек. Хорошо, бір рилс салам дейтін болсаңыздар, хорошо, бірақ рилс сала беріңіздер. Бірақ рилспен атпайды, ұзақ атады ол контент. Бізге атып, сырттан массажистер, сырттан массажды оқығым келеді дейтін адамдар бізге обязательно келу керек парақшада. Парақша жұмыс жасамай, тек қана мына жақтан холодныймен сату, ол конверсияның 30%. 100% конверсия болу үшін совместно Ешқашан болмайды. Ешкім ал секірші емес. М? 100% конверсия ешқашан болмайды. Иә, қараңыз. Мгм. 50% конверсияның өзі, мына жерде бізде жазғанбыз, 50% конверсияның өзіне кіру үшін осы позиция болу керек. Хорошо, түсіндім. Бірақ қазір Аида, міне түсіндім мен сені, басынан түсініп жатырмын. Оны дальше больше жасаймыз. Дәл қазір бізге продажа керек. Давай продавать етіңдерші ана неменемен Мгм. жаңағы қазіргі немен. Ол Мгм. дальше больше хорошо, сама Иә, разберусь. енді былай Продажа жасайық. ашайықшы. Қазір жаңағы 4 маманды мен қазір группаға қосамын, сату мамандарын. Солармен қазір келісіп, уақытын ақылдасып, біздің именно продуктыны түсіндіріп беруіміз керекпіз. Сіз продуктларыңыздың, яғни 130 мың теңгелік продуктыңызға не кіреді, оны кімдер алады, сол позицияны түсіндіріп беруіңіз керексіз. Ар жағындағы мен уже дажим, сату этаптарын түсіндіремін. Хорошо. Мгм. Айда, енді сол төртеу анық істейтін адамдар ма, тағы энергия затрат болып қалып кетеміз бла-бла-бла деп. Жоқ, Анық істейтін онлайн адамдар, иә? қазір мен группаға қосайын, полный до конца тыңдайық, бірақ олардың төртеуі де уже нарықта сату мамандар болып жүрген адамдар. Яғни, олар Мгм. онлайн болғаннан кейін біреу Турцияда тұрады, біреу шетелде тұрады, екеуі ғана осы Қазақстанда. Оларға Мгм. реально ақша керек болғаннан кейін олар істеп жатыр. Екеуі шетелде тұр. Менің қажылық компаниямнан кетуі, олар шетелге кетіп қалды. Сол үшін мен онлайн маған керек емес дедім, потому что бізде қажылық компанияда офлайн ғой істелінетін. Сол үшін олар Мгм. кетті. Ол екеуі де маған продажа жасап әкеп жүрген адамдар. Потому что мен ол екеуіне реально сенемін, білемін, потому что продажаларын көргенмін. Мгм. И Мгм. сату деген кәдімгідей энергия затратына да, например, 10 адаммен сөйлесесің, оны біреу ғана сатып алады да. И Мгм. сол үшін де біз олармен қазір группада дұрыстап сөйлесіп алуымыз керекпіз. Реально істейсіңдер ма? Бір апта байқаймыз, лидтарды береміз, качественный лидтарды қандай позицияда әкеліп тұру керектігі планерка болады. И 2 миллион болған кезде сіздерге 10% беріліп отырады. Иә. Сол позицияның бәрін 2 айтып кетеміз. миллионға Енді дейін қараңыз, е- сату 2 маманына миллионға дейін дейін 2 миллионға дейін ше. мгм, оға дейін 2 миллион. 7% береміз. Яғни каждый лидтан 10 мың теңге деп есептейміз. Мгм. Мгм. Кеттік. Порядка отырайын. Олар 150 мың теңгелік сата ма, 350 мың теңгелік сата ма, 550 мың теңгелік сата ма, өздері қарайды. Бірақ продажа жасау керек. Минимально жаңа 130 мың теңгелікпен. Сол Хорошо. позицияны айтамыз. Потому что олар көбірек сатса, көбірек қымбат сатса, өздерінің ақшасы ғой. Сол Иә, иә, позицияны түсіндіріп түсіндім. береміз. Ол жақ белгілі нәрсе. Мгм. Өздерінің Енді интерес қараңыз, бізде процесі. қазір не істеліну керек? Бірінші позиция, бізде пайдалы ақпаратпен соңында практикум сөзін қалдыр. Егер массаж саласын меңгергің келсе, практикум сөзін қалдыр деген call to action болу керек. Пайдалы ақпарат, аяқ жағында Айда call to онда action. тұр ғой, қойшы енді, тұр ғой, оны сен ана таргетке жіберсе шақыр лидтарын жұмыс істеп, Ол, контент оны жасала иә, береді. ол Ол таргет немене жүре қайта береді. қайта шығандар сияқты айта беруіміз керек. Практикум 3 мың теңгелік пакет 5 мың теңге. Тұр ғой ол бізге қазір мен уже воронкадан Мгм. аут қылмай, жаңағы Ол біресе воронканың пайдалы ішіне кіреді, Гүлмира ханым. Қай экспертпен де барып консультация алып сұрап көрсеңіз де, яғни продажа кезінде
обязательно пайдалы ақпараттың Хорошо, соңында өйтіп келе тұрып қой енді, бір ай болды ғой продажа кезінде, запуск кезінде де атқан жоқ, бірақ видеоларыңыз көріп тұрсыз ба? вот Видео атпайды ату ол үшін пока, атпайды ол, қазір ат атпайды ал. Мгм. Не, біз Атады, тағы бір қараңыз. айға дейін Пайдалы не ақпарат біздің парақшада, именно пайдалы ақпарат ретінде, сіз пайдалы ақпарат дегенді просто қалай түсініп жатсыз, қараңыз. Пайдалы ақпарат дегеніміз біздегі диафрагмамен жұмыс деген секілді айтып жатыр ғой, ол массажистер түсінеді. Ол бірақ ол атпайды. Қара халыққа өтетін пайдалы ақпарат болу керек. Яғни басыңыз больдан бастаймыз. Басыңыз ауырса, дәл осы жаттығуды жасаңыз. мақұл, түсіндім бағана, осы Мгм. 5-ші рет айтасың. Айда, хорошо, сен только қазір продажа болмай жатқан сол басыңа ауырса битке дегеннен сен Емес. сонда рилс қоймағаннан кейін өтіп болмай жатыр деп айтпа маған, оған Мгм. байланысты емес. Бәрі Негізі бірге. Қараңыз, Гүлмира ханым, оған позицияның бәрі байланысты емес бірге. продажа. Контент бірінші, ататын контент холодныйдан келіп отыру керек. Екінші, таргеттен кейін обязательно дажен болып отыру керек. Яғни бізден келген лидтардың барлығына касание жасап сатылып отыру керек. Осы позициялар бірге жұмыс жасаған кезде ғана бізде продажа болады. Түсініп жатсыз ба? Түсініп жатырмын, бірақ отымен келе жатыр ғой енді, который Мгм. екінші ай, Бірақ 2,5 ай сату өтті. жағы бізде Продажа. дұрыс емес болып тұр, Гүлмира ханым. Сату Сол жағы. ғой мәселе, енді Мгм. сен ол контентке тақай бермеші, қарай, біз білеміз уже, жайлап жасай береміз Иә, рилсты, болды. Хорошо, анандай оның мынандай бәрі қылып. түсінікті. Енді қараңыз, И так-то сату. салынып кетіп, одан кейін не ғой, Айда, қарашы, Мгм. сен осы рилсқа, контентке тақамашы, сатумен айналыса берші, болды, хорошо. Мгм. Ол рилс қойылады, уже как Мгм. надо, біз де Айналыса білеміз. берші емес, Гүлмира ханым. Мен Нәрсені қазір емеспін да, командаңызға, Айда, мен менің снм позицияма. емеспін да. Мгм. Бізде советоваться етеміз уже ол сферада біз бүйтіп ана ветер с моря күтіп отқан жоқпыз ғой, бізде әрекетіміз бар, как дұрыс жасау керек, бізде хабарымыз бар. Ол милстар рилс Мгм. ату оңай емес, ол аккаунт мертвый болған. Мгм. Даже көргендер айтады, сізде түк те бір аккаунтыңыз мертвый болған осы кезге дейін деп айтады ғой бәрі. Кешегі январда да осы Иә. кезде де оны тірілту үшін жайлап подход жасап жатырық, бірақ из-за это продажа болмады деп сен кете салсаң, ол дұрыс емес. Иә, барлығы связаны. Сатуға бүкіл нәрсе связаны. Бір ғана нәрсе емес, Гүлмира ханым. Оны мен айтып тұрмын, оны біліп тұрмын. Енді сен соны Қараңыз, білдің ғой, мертвый аккаунт екенін, бірақ сен хорошо, сен холодныйға контент прямой сата беруге болады, потому что менің өзімде контентім күнделікті сата жүрмейді. беріңдерші. Мгм. А? Мен Гүлмира ханым, бұл жерде мен сатпаймын. Қараңыз, менің жұмысыма не кіреді? Мен обучение беріп, команданы толықтырып кетемін, воронкалардың жүйесін құрып беріп кетемін. Мен жұмысым негізі 2 ай. Ол жүйе Біз құрып бір беріп ай. кеткен жүйең рабочий екенін докажи мне. Мгм. Қараңыз, жүйе рабочий болу үшін біз каждый воронканы көруіміз керекпіз. Яғни сату мамандары жақсы болу керек. Хорошо, мен түсіндім. Бұл позицияда Аллах на свете сату мамандарымен жұмыс жасаймыз. Потом Хорошо, таргетологыңызды хорошо. дайындаңыз. Мен таргетологыңызды оқытамын. Таргетологыңызды қадап дайындап кететін боламыз. Яғни қандай Хорошо. видеолар таргетке кетіп жатыр, бүгін сол таргетті жөндеп тастасақ, Зарина істейді ма, или басқа қыздар істейді ма, сол позицияны, чтоб таргеттің өзін қадағалап Айда, отыру керек. Айда, Мгм. таргетті сосын қадағалаймыз. Сен қазір пока менімен 2 апта уақытың қалды ғой, иә, өзің Мгм. айттың, маған да солай. Давай мына система жұмыс жасайтынын қадап берші, болды, ары қарай алып алам таргетпен. Білетін таргетологтар толып жатыр. Все, Мен ана хорошо. тупойды алып үйретейін деп жатқан жоқпын ғой. Мгм. Жетеді, ақшасына келеді ғой. Мгм. Понимаешь? Все, хорошо. Түсіндім. Қазір WhatsApp'та сату мамандарымен жолығып сөйлесейік, иә? Оған Давайте. Айда, все, тоқта, Мгм. сен айтшы, хорошо, сен өзің айттың, иә. Өзі таки должно быть, дедлайн бізде болды ғой, 2 ай, 3 айға кетіп жатыр, иә. Сен маған айтшы, осы марттың 15-іне дейін какие планы и Мгм. мынандай ғой Бірінші стратегия, план. бірінші позиция біз қазір. Запускаем. Ты Мгм. конкретно, вот Қараңыз, 5 миллион, егер сіз сатқыңыз келсе, бастапқы позиция мен 1 миллионнан бастайын, иә. 1 миллионның позициясында кемі шығын, біздегі бірінші воронка таргет болатын болса, кемі 150 мың теңге, минимально, максимально 150 мың теңге бөлеміз. Бұл жердегі бірінші позиция. Аха. Екінші позиция уже. тоқта, 1 миллион болу үшін, Мгм. Шығын так, 150 мың теңге болу керек. 150 мың теңге болу керек. Мгм. Это же таргетке ма, Таргетке. жоқ, сатумен қосқанда ма? Таргетке. Это же слив.
Енді қараңыз, сол үшін Мгм. мини чектар ғана сатылмауы керек. Көріп тұрсыз ба, жаңа 130 мың теңгелік қана сатылмауы керек. Чтоб бізге жаңағы келген лидтардың ішінен 350 мыңдықты да 550 мыңдықты алатындай адамдарды біз уже сату мамандарына береміз. Көріп тұрсыз ба? Сол үшін бір лидтің өзіне мысалы біз 150 мың теңге шығын саламыз ғой. 150 мың теңге шығын салғанда оларға бұл минимально 1 миллион, минимально 1 миллион деп қоймаймыз планды. Кемі 2 миллион план болу керек деп айтамыз. Мгм. Бұл Мгм. мен просто конверсия бойынша айтып жатырмын да. Конверсия бойынша Мгм. сату маманы жоқ болған кезде осындай позиция болады. Ал бізде уже сату маманы бар ғой. Сол үшін біз Мгм. уже 1 миллион 500 мың теңге, 500 мың мен 1 миллион теңге арасында плюс ұстаймыз. Яғни 1,5 миллион немесе 2 миллион деп плюс ұстаймыз. Мгм. Осы Мгм. позицияны бірінші орында ұстауымыз керекпіз. Дальше кете береді. 2,5 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион деп шығындары кете береді. Бұл бастапқы кезінде, Гүлмира ханым. Яғни сіздің уже подписчигіңіз болатын кезде, екі жарым миллион мгм, доход келу үшін мен 200-250 мың расходқа дайын бастапқыда, болуым керек па таргетке аха, салуға. аха, Мгм. бастапқыда. Бірақ бізде қазір адамдар, төлем жасаған адамдарды уже бүйтіп айналдыра беруіміз керекпіз ғой, таргетке салып деген секілді. Бастапқыда біздің атымыз шығып алып, подписчигіміз көбейгенге дейін. Ал ертең біздің подписчигіміз көбейеді ғой, рилстарымыз атады ғой, ол кезде шығын азаяды, 50% конверсия азаяды. Яғни біз ол кезде 150 мың теңге емес, ол кезде біз уже 60 мың теңге таргетке сондай саламыз. Бұл жерде подписчикта қатты роль играет да. Сол үшін ғой біз блогермен коллаборация жасайтынымыз, чтобы аудитория алу үшін. Жаңағындай ататын видеолар деп атқан сол, чтоб шығын аз шығу үшін да, олардың барлығы. Хорошо, келешекте жасаймыз. Қазір оның бәрі напряжение. Түсініп Потому тұрмын. что бірінші мыналарды істеп қосып алайық. Аха. Олардың бәрі келешекте жасаймын. Мына сен бәрін маған мынандай айтып көрсетіп беріп жатсың ғой, как нужно Мгм. правильно двигаться. Запись болып жатыр, иә? Иә, болып жатыр. Запистарды қазір сізге ютубқа салып жіберіп қоям. И на X-Mind'ды да Иә. жіберіп қоям. Мынаның бәрі қазір біздің продажаларға осы продажаға запуск қой, продажаны жасайық осылай сату мамандарымен. Ары қарай команданың қалай жұмыс жасау, хорошо, мынаның бәрі бар. Жасап аламын, хорошо. Ол үшін мен өзім бизнес-салонға шығуым керек, массажный салонға команда алып, сол кезде могу блогерларды, слогерларды шақыру. Блогер емес, басқа статный әйелдерді де шақырамын, который Мгм. весі бар әйелдер, иә. Ол Мгм. жағын хорошо сделаю. Оған дейін қазір мына продажаны жасап, осы Чтоб айда. орнығып Осы алатындай, айда дальше былай двигаться кетті ғой. кете беретіндей. Қазір мен Конечно, Айда. Ананың группаға, бәрі перебор айтыла береді. Оның бәрі не за один день же делается. сосын қараңыз, сіз қазір сату мамандарымен сөйлескен кезде, ана біздің сату мамандары лидтарды өзіне алып үйреніп қалған ғой, мен таргетке өздерінің номерін қосып тастаймын да, уже жаңағы сату мамандары айтып жатыр да, бізге түсе ма лидтар деп. Жоқ, лидтардың бәрі сізге түседі, сіз өзіңіз бөліп беріп отырасыз ғой лидтарды бастапқыда. Қалай бөліп беремін, маған WhatsApp-қа жазады, сосын оларға Мгм. переслать етемін ба, Аха, direct? аха. Мысалға, Айманға үшеу, мөлдірге үшеу деген секілді түскен лидтарды, қазір бастапқысында олар базадағы лидтармен жұмыс жасайды ғой, базадағы лидтарды өзіміз бөліп береміз. Яғни 10 адамға сіз сөйлесесіз, 10 адамға сіз сөйлесесіз деген секілді ше. Потом уже холодныйдан келген лидтарды сіз өзіңіз бірдей тең бөліп отырасыз ғой, чтоб біреуінде көп, біреуінде аз болып кетпеу үшін. А оларды қалай переслать етемін WhatsApp-тан сразу? Номерін беремін ба? Просто номерін Аха, жіберемін, болды. номерін копировать етесіз да, соларға вставить етіп жібере бересіз номерін. Все хорошо. Давайте, Мгм. группада сөйлескенше. Жақсы онда, Мгм. белгілеп алайық. Жақсы. Мгм. Қалай шыға мен